Ассалаумағалейкум көрермендер. Адамзаттың табиғатпен соғысуы тарихта сирек емес. Бұл өмір үшін соғыс әлі күнге дейін жалғасуда. Бүгінгі біздің айтатын оқиға өте қызық. Бұл қандай оқиға дейсіз ғой? Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмаш үшін қоңыраушаны басыңыз. Бұл оқиға Тынық мұхитындағы Галапагос аралдарында болған. Бұл аралдар Эквадор мемлекетіне тиесілі. Бұл арал сан түрлі жануарларымен және өсімдіктерімен танымал. Бұл аралда басқа ешбір жерде кездеспейтін жануарлар бар. Оның бірі үлкен піл тасбақасы. Бірақ бұл тасбақаға үлкен жойылып кету қаупі төнді. Бұған себеп қарапайым ешкілер. Материк пен Эквадорда 900 километр. Бұл ешкілер аралға қалай барды деп ойлауыңыз мүмкін. Жылдар бойы теңізшілер мен саудагерлер бұл аралға жұмыстарымен тоқтағанда өздерімен бірге ешкілерді алып жүретін. Бірақ кетерлерінде бәрін қайтып алып кететін. Бірақ 1959 жылы аралға келген испан теңізшілеріне жақсы ой келгендей болып, олар аралға бірнеше ешкіні тастап кетпек болады. Бірнеше дегенде бір теке екі ешкіні ғана. Бұның несі бар деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ олардың жылдам көбейгені соншалық, аз уақыттың ішінде бүкіл аралға қоныстанды. Олар 14 жылда 30 мың, ал 30 жылдан соң олардың саны 250 мыңға жетті. Үш ешкіден 250 мың бұл адамдардың түсіне де кірмеген еді. Бұл аралда үлкен проблемаға айналды. Себебі ешкілердің шөптерді тез жегені соншалық, аралдағы шөптер қайта өсуге мүлдем үлгермей қалды. Мұның салдарынан аралдағы жануарлар аштан қырыла бастады. Әсіресе піл тасбақасы. Бұл тасбақа кактуспен қоректенеді. Бірақ ешкілердің тез жегені соншалық, олар қайта өсуге мүлдем үлгермеді. Бұның салдарынан тек Галапагос аралында кездесетін бұл тасбақалар көптеп қырыла бастады. Бұл үлкен экологиялық қиындық туғызды. Биологтар мен ғалымдар алдында бұл аралдың табиғатын сақтап қалу мәселесі тұрды. Әр түрлі ұсыныстар айтылды. Тіпті аралға арыстандарды алып келейік деген ұсыныс айтылды. Бірақ сосын арыстандарды кім жейді деген сұраққа ешкім жауап бере алмады. Ақырында өте қиын, бірақ амалсыз шешім қабылдауға тура келді. Аралға бірнеше топ үйретілген иті бар аңшылар шақыртылды. Олардың мақсаты аралдағы бүкіл ешкінің көзін жою болды. Аңшылар аралды кезіп, кездескен жабайы ешкілерді топ-тобымен жойды. Тіпті террористерге арналған тікұшақ пен снайперлер де болды. Олар тікұшақпен оларды бір жерге жинап, мыңдағанын қырғынға ұшыратты. Бірақ уақыт өте келе, ешкілер тікұшақтың даусына да үйреніп, оның даусын естіген бетте бірден тығылатын болды. Бұл уақытта аралда ешкілердің тек 10% ғана қалған болатын. Осымен тоқтатуға болатын. Бірақ басында 3 ешкіден көбейгенін ескерсек, олардың қайтып көбейіп кету қаупі тұрды. Бұл соғысты толығымен аяқтау керек болды. Әйтпесе бәрі басынан басталып кетуі мүмкін еді. Осы сәтте адамдар құлық әрекетке көшті. Изабелла жобасы. Аңшылар бір жабайы ешкіні ұстап алып, оған GPS тағып, оны босатып жіберді. Ешкі басқа ешкілерге барғанда аңшылар оларды GPS арқылы тауып жүздегенін қырды. Бұл GPS тағылған ешкілерді Иуда деп атады. Аралда басқа ешкілердің қай жерде екенін табу үшін 900 Иуда ешкісі қолданылған. Көп ұзамай бұл іс өз жемісін берді. Өсімдіктер қайта өсіп, басқа жануарлар аштықтан құтылды. Үлкен піл тасбақасы 19 мыңға дейін көбейді. Осылайша табиғат үшін соғыста адамзат жеңіске жетті. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.